Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін осындай кішкентай ашымаған бауырсақтар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге 1 литр жылы су керек болады. Жылы суымызға ерітілген кулинарный май немесе тоң май құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз, қантымызды саламыз. Тұз бен қантты көз мөлшермен саламыз. Дәмін көреміз, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға жұмыртқамызды құямыз, бірақ суымыз ыстық болмауы керек, себебі жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сода саламыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қаттырақ қамыр илейміз. Барынша қаттылау илеуге тырысыңыздар, себебі сол кезде күтірлеп дәмді болады. Қамырымыз жақсылап илеп алған соң, оны бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп, жақсылап ең қандырып илеп, тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды осылай қолымызбен жайып алып, ұзыншалау етіп кесеміз. Ұзыншалау кескен қамырымызды осылай қолмен жайып, домалақтап кесеміз. Қызып тұрған майымызға қызарғанша қуырып аламыз. Дайын болған бауырсақтарымызды дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.